Саған бір сұрақ қояйыншы, біреу сені мақтаса, қалай қабылдайсың? Ұялып, қабылдай алмай, немесе олардың айтқан мақтау сөздерін бір күмән келтіріп, расында да солай айтып жатыр ма, әлде мені алдап жатыр ма деген сияқты ойлар бола ма? Жоқ, солай болып қалды. Көп нәрсе істеген жоқпын, кез келген адам істей алады деген сөздер айтасың ба? Ал қателескеніңде апталар бойы қателігің есіңнен шықпай ма? Біреудің 10 қателігін кешіруің бар, бірақ өзіңнің бір қателігіңді кешіре алмай жатасың ба? Кейде өзімізді жақсыға, кешірімге лайықсыз көреміз. Мүмкін бұл самооценкамыздан шығар, мүмкін өзіміздің жетістіктерімізді қабылдап үйренбегенімізден болар. Негізі бұл жайдан жай болмайды. Кішкентай кезімізде мүмкін бізді салыстырып өсірген шығар. Мүмкін тек жақсы баға алғанымыз үшін ғана мақтау сөздер естіген боламыз. Мүмкін бір нәрсе жасасақ қана жылы сөздер, внимание берген болар. Ал қазір есейсек те сол ситуациялар, сол әрекеттер әлі де жалғасуда. Және кейде оны қалай өзгертсек деп ойлап та қоямыз. Негізі самооценка деген ол өзіңді өзің қабылдау деген бір мотивациялық сөздер емес. Ол өзіңнің жағында болу, өзіңе тиесілі жақсы нәрсеге лайықты көру. Сол себепті де мен өзімнің БДМнің алғашқы айын осы самоценностьке бағыттадым. Себебі өзіне сенімді, өзін жақсыға лайық көретін адам үлкен жетістікке жетеді. Оның алар асуы да биік болады, кез келген қамалды ала алады. Егер де сен де самооценкамен жұмыс істеген келсе, төменге БД деп жаз, саған барлық ақпаратты жіберемін.